Арғы тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын Әлихан Нұрмұхаметұлы Бөкейханов 1870 жылы Наурыздың 5 жылдызында бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезінде Тоқырауын болысының 7 ауылында дүниеге келген. Әлихан Бөкейханов Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда үкіметінің алғашқы төрағасы, қоғам қайраткері Әлихан 20 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалым. Көрнекті қоғам, саяси қайраткер, педагог, ғалым, әдебиеттанушы болып табылады. Ол қазақ халқының тыныс тіршілігін, мәдениетін, шаруашылығын, төрт түлік малын, жер суын жан-жақты зерттеген санаулы ғалымдардың бірі. Әлихан Бөкейхановтың мұрасы әр салаға арналған мыңдаған очерктер мен мақалалардан тұрады. Олар Ресей мен Қазақ елінің барлық басылымдарында жарық көрді. Тарих саласындағы жазып қалдырған елеулі мұралары, Қырғыз өлкесінің тарихи тағдыры және оның мәдени жетістіктері, Қырғыздар атты монографиялары. Бірінші ұжымдық монография 1903 жылы Ресей, біздің отанымыздың толық географиялық сипаттамасы атты көп томдық альманахтың Қырғыз өлкесі деген 17-ші томына еніп, Санкт-Петербургтен жарық көрді. Қырғыздар атты еңбегі алғаш рет қазіргі мемлекеттердегі ұлттық қозғалыстың формалар атты жинақпен 1910 жылы Санкт-Петербургтан басылып шығады. Сонымен қатар әр жылдары Жағрафия қоғамы Батыс Сібір бөліміне қараған Семейлік бөлімшесінің басылымдарында Қырғыз хандарының, сұлтандарының хат хабарларынан және тағы басқа Орта Қырғыз ордасының ханы Бөкей мен оның ұрпақтарының хат хабарларынан атты ғылыми мақалалары жарияланған. Әлихан Бөкейхан қазақ зияларының көшбасшысы, 20 ғасырдың басынан өмірінің соңына дейін қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған, соның жолында өзін құрбан еткен азамат. Оның қазақ халқына жасаған қызметі мәңгілік есте қалары сөзсіз. Биыл Алаш Қазақ ұлтшыл партиясының бастамашысы ретінде Нұрмұхамедұлы Әлихан Бөкейхановқа 155 жыл толды. 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялы азаматтарының басшысы есебінде де осы Нұрмұхамедұлы Әлихан Бөкейханов болған еді. Әлихан Бөкейханов бүкіл саналы өмірін және де дербестігін қазақ халқының тәуелсіздігі үшін басын бәйге тіккен азаматтардың бірі. Сондықтан да Әлихан Бөкейхановтың өз уақытындағы еңбегін қазіргі өскелең ұрпақ елеп үлгі аларлық азаматтардың бірі есебінде болары сөзсіз. Thank you.